Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге осылай астарлы киімнің ішкі астарының жеңін орнатқан кезде қалай оңай және әдемі орнату үшін екі тәсілін көрсетемін. Мына жерде мысалы көріп тұрғандарыңыздар, міне жеңі бірден жалғанып тұр, иә. Енді бұны мен мысалы былай қарай аударған кезде, міне осылай ішке кіргізген кезде, міне жеңіңіз осылай бірден осылай әдемі болып шыға келеді. Міне қараңыздар, тігісі бәрі ішінде осылай болып шығады. Оны қалай жасаймыз? Міне, көрдіңіздер, бірден жеңі уже дайын болып тұра қалды. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін сіздер мына жеңімізді аламыз. Негізгі беткі жағындағы жеңді осылай аласыздар. Соған мына астарды кигіземіз. Мына астарды осылай. Астардың ішкі беті көрдіңіздер, мына тігісі бәрі көрініп тұр. Астардың ішкі беті. Осыны аламыз да мына жерге кіргіземіз. Міне ойықты көрдіңіз ғой, бұл алдыңғы бөлігі деген сөз. Осы жерге мына жеңді кіргіземіз осылай. Міне. Бірден кіргіздік. Көрдіңіздер ғой. Кіргізгеннен кейін мына жерде тігістерін барлығын келтіреміз. Мына жерге екі ортаңғы тігістерінің, яғни жеңнің астыңғы жағы тігістерін бәрін келтіріп, осы жерге ине қадаймыз. Міне. Осылай мынаны айналдыра ине қадап аласыздар. Бірден. Кішкентай ғана ғой. Бірден тігіп тастауға да болады. Ине қадап алсаңыздар оңай болады деген ғой. Міне, осылай бірден ине қадап аласыздар. Мына жерді айналдырып 0,5 пен немесе 1 сантиметр тігіс жүргізіп шығасыздар. Ал достар, енді мен сіздерге екінші тәсілді көрсететін боламын. Ол үшін астарымызды толығымен тігіп аламыз. Яғни екі иығын, екі жанын және жеңдерін осылай тігіп аласыздар. Одан кейін мынау мысалы сыртқы беті деп айтсақ, мынау ішкі бөлігі, міне тігісі бар. Осы тігісі бар жағын сыртқа аударамыз. Осы аударамыз да, міне астарымыздың ішкі бетіне жеңнің ішкі бетін, міне тігісін көрдіңіздер ме? Кіргіземіз, яғни кигіземіз осылай. Екеуін бір-біріне кигіземіз. Екі жақты да. Міне астарды кіргіздік. Мына жерден қолымызды салып, міне екеуі тұр, мына астары тұр, негізгі мата тұр. Енді негізгі матаны ішке қарай 1 сантиметр қайырамыз. Астарды да 1 сантиметр, екеуінде 1 сантиметрден қайырып, осылай бір-біріне беттестіреміз де, осы жерден ине қадаймыз. Яғни біз белгі салатырмыз. Осылай ине қадап аласыздар да. Енді бұлай ақырындап астарды тартасыздар өздеріңізге қарай. Міне. Тартқан кезде міне астарда шықты, жеңде шықты. Міне. Көрдіңіздер ме? Біз белгі салып алдық қой жаңа. Екеуін бір-біріне беттестіріп. Сонда екі тігіс міне бір-біріне келіп тұр мына жерде. Көрдіңіздер? Міне. Енді осы беттен ұстап аламыз да, жаңағы екі беттескен жерді дұрыстап инемен қадап аламыз. Мына екі тігісі бар ғой жаңағы. Соны дұрыстап ине қадап аламыз. Міне. Енді осылай айналдыра ине қадап шығамыз. Өйткені біз қалайынан дұрыс екенін жаңа белгілеп алдық қой. Қолымызды салып белгілеп алдық. Енді мынаны осылай айналдыра ине қадап шығамыз. Одан кейін біз бұны көктейміз. Сосын оң бетіне аударамыз. Сосын тексереміз. Дұрыс тұр ма, жоқ па. Содан кейін барып машинкамен тігетін боламыз. Көрдіңіздер ме міне? Ине қадап алдым. Сонда қараңыздар. Яғни бұл деп отырғанымыз міне негізгі матамен астар екеуін бір-біріне беттестіріп
тігістерін бір-біріне келтірдік те, жай ғана айналдыра ине қадап шықтық. Енді осыны қазір мен көктеп алам, сосын машинкамен тігем. Сол кезде аударған кезде тура бағанағы бірінші тәсілдегіндей әдеміленіп, тігіліп шығады. Оны да қазір дайын болғанда сіздерге көрсететін боламын. Міне тіктік екі жағында. Енді матаның оң беті жағынан осылай қолымызды салып, былай тартып шығарамыз. Қараңыздар. Міне астарымыз ішінде. Тура бірінші тәсілдегіндей астарымызды тігіп шықтық. Сіздер керек болса сыртынан да тігіс жүргізуге болады. Әдемілік үшін. Мынаны үтіктегеннен кейін бұның бәрі ішінде қалады. Осындай әдемі болып тігіс болып шығады. Көрдіңіздер ме? Екінші бетінде көрсетем. Міне. Осылайынан ашық жатыр. Сіздің оң бетіне қол салып, былай алып шығамыз. Осылай тартып алып шыққан кезде астарымыз ішінде қалады. Тігісіміз ішінде осылай әдемі болып қалды. Көрдіңіздер ме? Үтіктегеннен кейін бұл әдемі болып шыға келді. Тура дүкендей болып шығады. Магазинский. Қараңыздар қандай күшті. Көрінбейді, білінбейді. Мынаны үтіктеу керек. Бұл әлі толығымен тігіліп болған жоқ. Астарлар мына жаққа тігілгеннен кейін ол астар тартылып тұрады. Өте әдемі болады. Міне достар, екі тәсілді мен сіздерге көрсеттім. Пайдасы тиер деген ойдамын.